Аш бала тоқ баламен ойнамайды дейді. Тоқ бала ешқашанда аш боламын деп ойламайды дейді. Кеше Палестинада, Газза деген жерде аштан мұсылмандар өліп жатыр. Сол аштан өліп жатқан, қирап қалған ғимараттардың арасында жұма күні жұма намазы оқылады. Сол жұма намазына имам хұтпаға шығып, ең тарихтағы қысқа хұтпасын, қысқа уағызын айтты. Я айюханнас, я ибадалла деді. Ей адамдар, инни ла астатиу тахаддуса биссабабил жу. Мен сендерге уағыз айтуға шамам жоқ, мен ашпын деді. Ва антум ла тастатиуна самай биссабабил жу. Және де сендерді де білем, менің уағызымды тыңдауға шамаларың жоқ, сендердің қарындарың аш. Фақимис сола, тұрыңдар онда намазымызды оқиық. Ярхамуна ва ярхамукумулла. Алла мені кешірсін, Алла сендерді де кешірсін дейді. Менің дейді, аш болып тұрғанымнан мен сөйлей алмай тұрмын, сендер оны білесіңдер дейді. Алдымда сендер отсыңдар, қабырғаларың қайысып, сендер ашсыңдар, сендер менің уағызымды тыңдауға шамаларың жоқ, өлейін деп отсыңдар. Сондықтан да уақыт өткізбейік, тұрайық та намазымызды, жұмамызды өтейік те, Алланың парызын өтейік, болды дейді. Мен сендерге айтар ешқандай сөзім жоқ, қысқа нұсқа. Бірақ біз олардың уағыз тыңдауға шамалар жоқ болсын, олардың уағыз айтуға шамасы жоқ болсын, бірақ біз бүгін Меккеде отырып, оларға дұға жасауға шамамыз келеді ғой. Мұсылман мұсылманның бауыры деді. Бір жерде бір мұсылман жыласа, әлемде миллиондаған мұсылмандар көз жасын төгу керек негізі. Мен кеше сіздерге жолда айттым ғой. Мұсылмандардың проблемасын жүректегі тәубегершіліктен көзден аққан жас шешеді дедім. Бұл өмірдегі қиындықты көздің жасы шешеді. Жүректің Аллаға деген шынайы тәубесі шешеді, өкініші шешеді. Сен бір өкініш көз жасыңды төксең, Алла тағала сенің өміріңді реттеп түзетіп қояды да.